Осы ән менің жүрегімді бала кезден тебірентеді. Бұл Ұлы Отан соғысына арналып жазылған әндердің ішіндегі әйгілі «Журавли» әні. Бұл әнде жоқтау, мұң, үміт, барлық сезімдер араласып кеткен. Ұлы Отан соғысы тек қана орыс халқының емес, біздің халқымыздың да зардабы туралы естелік. Менің анамның әкесі 2 бауырыменен соғысқа аттанып кетіп оралмаған. Әнде айтылғандай, біздің аспанымызда да қиқулап тырналар ұшып жүреді. Жалпы әннің шығу тарихы өте тереңде жатыр. Солтүстік Осетиядан 1941 жылы бір ауылдан, бір отбасынан 7 ұл соғысқа аттанады. Бірінші қара қағаз Москва түбіндегі шайқастан кейін келеді. Одан кейінгі 2 қара қағаз Севастополь шайқасынан кейін келеді. 3-ші қара қағаз келгенде анасы қайтыс болып кетеді. Одан кейінгі 3 қара қағаз, біреуі Киев, Новосибирск, Беларусь шайқастарынан кейін келеді. 7-ші қара қағаз Берлинді алу кезінде мерт болғандығы туралы келген кезде ауылдың почтальоны оны апарудан бас тартады. Ауыл қариялары жиналып, ақсақалдың үйіне келгенде қолында қалған жалғыз немересімен бірге отырған қарттың жүрегі жарылып кетеді. 1963 жылы сол ауылда қайғыдағы ана және ұшқан құстар атты обелиск қойылады. Обелискті көруге, тағзым етуге Дағыстанның белгілі ақыны Расыл Гамзатов та келеді. Жүрегіне қатты әсер алған ол өзінің «Журавли» атты өлеңін шығарады. Өлеңді оның досы, әр аудармашы Наум Гребенев орыс тіліне аударады. Ән азар тілінде жазылған еді. 69 жылдары Марк Бернес өлеңді кездестіріп қалады да, мен бұны ән қылып орындауым керекпін деп бір-ақ ауыз сөз айтқан екен. Ол Ян Френкельге, СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, үлкен композиторға қолқа жасайды. Френкель 2 айдан кейін телефон шалып, әуеннің дайын болғанын айтады. Сол кездері өкпе рагы ауруына шалдыққан Марк Бернес келіп әнді тыңдаған кезде жылап жібереді, содан кейін жан-жағын асықтыра бастайды. Мен үлгеруім керекпін дейді. 8 шілдеде әзер қозғалатын әкесін ұлы студияға апарып, ән бірақ дубльдан жазылып шығады. Біздің тыңдап жүрген әніміз сол. Ал орындаған әнші ол «Землянка», «С чего начинается Родина» әндерінің орындаушысы. Ән қазір бүкіл әлем халықтарының тіліне аударылып кеткен. Мен сіздерге аударған өлеңімді ұсынып отырмын. Кейде маған солай боп көрінеді. Қан майданнан оралмаған ерлер бір кездерде жерге емес көкке сіңіп, ақ тырнаға айналып кеткендер. Өткен сол алыс шақтан бүгін бізге қалқып жүріп көктен дауыс береді олар. Сол себептен бе жи әрі мұңайып, үнсіз қараймыз, аспан сырға толар. Бүгін көрдім мен кешкірім уақытта, арасында бұлттардың асықпай, өзіндік бір сынамен ұштадағы адам боп кең далада тұрғандай. Ұшады олар, ұзақ сапарын үзбей, есімдерді қиқулап атайды. Содан бекен тырнаның қаңқуымен ғасырлар бойы авар тілінің ұқсауы. Ұшады, ұшып барады шаршаған лек, ұшады, түнеріп бұлтты күн батқанда. Сол тырналар тізбегінде ашық орын бар, бәлкім сол жер мен үшін қалған ба? Тырналар тобы менен менің дағы,
сұрғылт түнекте ұшатын күнім келер. Жер бетінде қалдырған өздеріңнің атайтын аттарыңды қиқумен.